нүктесінен сағат тілі бағытымен айналдыра 90 градусқа бұру. Енді біз контейнерді А-дан Б-ға қозғалтуымыз керек. Бұл жерде бұру бұрышы 135 градусқа тең. Мына үш бұрышты С нүктесінен айналдыра 120 градусқа бұру керек. Үш бұрыштың бір төбесін бұру центрімен қосайық. С нүктесіне кальканы қоямыз. Кальканың үстіне үш бұрышпен түзуді сызамыз. Енді кальканы сағат тіліне қарсы бағытта 120 градусқа бұрып, біз фигураны қайта сызамыз. Міне, біз фигураны бұрдық. Үш бұрыштың әрбір нүктесі С нүктесінен 120 градусқа айналдырылып бейнеленген. Берілген үш бұрыштың кез келген нүктесінен С-ке дейінгі қашықтық бейнеленген үш бұрыштың сәйкес нүктесінен С-ке дейінгі қашықтыққа тең.